Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін 19 жасар жігіт пен 35 жасар әйелдің сайттағы таныстығы жайлы бір қызықты оқиғаны айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. 19 жасар Сакон есімді жігіт, яғни студент, интернеттен өзіне қыздар іздей бастайды. Яғни қыздармен сөйлесу үшін сайтқа кіріп, сөйтіп өзінің анкетасын толтырып, жақсы бір суреттерін қойып, өзінің аты жөнін, жылын барлығын жазып, солай интернетте қыздар іздеп, қыздармен сөйлесе бастайды. Енді интернетте сол ары сөйлеседі, бері сөйлеседі қыздармен. Но енді тұрақтардың ішіне таба алмайды енді. Сөйтіп Саконға бір күні 35 жастағы Мира есімді бір әйел жазады. Привет, қалайсың, сүйкімді екенсің деп. Сакон болса мәссаған шошып кетеді. Маған осындай жастағы әйелдер жаза ма деп. Сөйтіп ойланады енді, бұл тәтеге жауап берсем бе екен, жауап бермесем бе екен деп. Осы бір кезде қойш, сірә жауап берсем жауап берейін. Сірә интернеттің ар жағында сөйлесеміз ғой, шай өмірде кездеспейміз ғой деп ойлайды. Сакон алады да жаңағы Мираға жазады енді. Привет, рахмет, шүкір жақсы, қалайсыз деп ары қарай. Сөйтіп Мира мен Сако енді ары қарай сөйлесіп кетеді. Енді сөйлесіп кетіп, екеуі бір айдай бір-бірін танып жүреді. енді бір-бірін танып, кәдімгідей бір-бірін таныстырып, өзінің отбасы жайлары айтып, сөйтіп өзінің отбасы жайлы айтып, сөйтіп бір айдай кәдімгідей таныстық болады енді интернетте. Сөйтіп жаңағы Мира есімді әйелдің жасы 35 жаста болады. Ол күйеуімен ажырасып, бір баласымен, яғни жалғыз тұратын болады. Ал Сакон өздеріңіз білетіндей 19 жасар студент болады, университетте оқиды енді. Сөйтіп екеуі кәдімгідей тұрақты түрде бір 6 айдай сөйлесіп жүреді енді интернетте. Ары сөйлеседі, бері сөйлеседі, анау-мынау отбасы жайлы өмір айтады. Жалпы сөйтіп ары-бері сөйлесіп жүреді. Сөйтіп бір күні Мира жаңағы Саконға намектей бастайды енді. Екеуміз сөйлесіп жүргенімізге бір 6 айдай уақыт болды. Бір-бірімізді жақсы танимыз. Енді бір шынайы өмірде кездесіп, кәдімгідей сөйлесіп көрсек қалай болады деп. Ойында ешнәрсе жоқ Сако енді кездесейік деп енді солай екеуі кездеседі енді. Екеуі кездесіп сөйлесіп, кәдімгідей кафеде тамақтанып, солайша бір 2 айдай жүреді енді. 2 айдай кәдімгідей шынайы өмірде кездесіп жүреді. Сырттан көрген адамдар оларды енді бір анасы мен баласы ма деп ойлап қалады енді. Сөйтіп бір күні Сако мен Мира екеуі сообщение алмасып отырады, яғни түнде интернетте сөйлесіп отырады. Сөйтіп бір кезде Мира айтады, Сако не істеп жатырсың деп. Сако айтады, сол тамақ ішіп болып енді ұйықтайын деп жатырмын дейді енді. Мира енді былай айтады, Сако, мен үйде жалғыз едім, сен менің үйіме келсеңші, екеуміз бірге шай ішіп, бірге әңгімелесейік, мен что-то ұйықтай алмай жатырмын деп айтады енді. Сөйтіп ойында ешнәрсе жоқ Сако жаңағы Мираның үйіне барып, сөйтіп Мира Сакоға шай қойып беріп, екеуі сол жерде шай ішіп әңгіме айтып отырады енді дастархан басында. Әңгіме айтып отырғаннан кейін енді Мира енді мен қазір келемін деп кетіп қалады. Сөйтіп Мира бір 10 минуттан кухняға жалаңаш күйде келеді, кәдімгідей сыртында іш киіммен жалаңаш күйде Саконың алдына келеді енді. Сако болса мәссаған шок болып сол жерде не істерін білмей қалады енді. Сөйтіп өтірік көзін жұмған кейіп танытып, ұялған кейіп танытып, ей Мира, жынсың ба, киініп ал деп айтады. Сөйтіп Мира айтады, Сако, жаным, мен сені қалап тұрмын деп Саконың қолынан тартып ұстап кәдімгідей кровать бөлмеге алып кетеді, яғни спальня бөлмеге алып кетіп, Саконың кроватқа лақтырып жіберіп, үстіне жата кетіп, кәдімгідей Сакомен сүйісе кетеді. Сакомен сүйісіп, ары қарай қосанарын жалатып, ана Саконың сайманын алып алып, уқалап, жалап, кәдімгідей кайфын кіргізіп, қоздыра бастайды Саконы. Озып кеткен Сако жаңағы Мираны деген аймалай бастайды. Сөйтіп аймаласып, екеуі ыңқылдасып, перісіп, 4-5 сағат бойы рахаттанып періседі енді. Бөлмеде деген дауыстан шығады енді, кәдімгідей 4-5 сағат бойы тоқтамай 35 жастағы әйел мен 19 жасар баланың арасында махаббат болды сол жерде төсекте. Сөйтіп сол түні Мирада енді біраз уақыт бойы еркек адаммен қарым-қатынасы болмай еді. Сөйтіп 19 жасар Сакомен бір рахаттана алады сол түні. Ал Сако да енді ондай төсек деген нәрсені көрмеген бала болатын. Сөйтіп сол түні төсектегі қарым-қатынасты көреді енді. Мира мен Сако енді 3 айдай сөйтіп төсекте рахаттанып перісіп жүреді енді. Сөйтіп бір күні Мира айтады енді Сакоға, Сако, былай біздің жүргеніміз дұрыс болмас, сен отбасын құратын жасқа келіп қалдың, екеуміз оданша үйленейік деп айтады. Сол кезде Сако айтады, менің ата-анам бұны естісе қарсы болуы мүмкін, мен оданша сол ата-анама бірінші айтып көрейін, одан кейін келісіп жатса екеуміз отбасын құруға мен қарсы емеспін деп айтады. Сөйтіп Сако енді отбасынан рұқсат сұрап әке-шешесінің алдына барып, жаңағы Мирамен болған жағдайды бәрін айтып береді. Сөйтіп әке-шешесі де оған қарсы болмай, сөйтіп арада уақыт өтіп 19 жасар Сако мен 35 жасар Мира отбасылы болады. Отбасылы болғаннан кейін екеуі сол төсекте қалаған жасап рахаттанып перісіп жүреді. Арада уақыт өтіп 35 жасар Мира мен 19 жасар Саконың баласы дүниеге келіп, ары қарай үбірлі-шүбірлі болып бақытты ғұмыр кешеді. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.